трендте жүрген сұрақ бар, құрметті қонақтар, бәріміз білетін шығармыз. Сол сұрақты мен Мұхит ағайға қойғым келіп тұр. Сол сұрақтың жауабын нүктесін қойып өзіңіз жауап берсеңіз, мына TikTokта, Instagramда сұрақ болып жүр ғой. Аудиосы сұрақ көрейікші, тыңдайықшы. Боксқа барып жүр ғой балаларым. Илхам деген ыс деген бір нәрсені шығарып алыпты да, білмеймін енді, солай техникаларыңызда бар шығар, бірақ сүйкімсіз көрінеді екен. Ой, рахмет. Енді сол сұрақтың жауабын естейік. Негізі боксқа баратын балаларға ыс деген негізі міндетті түрде нәрсе ма негізі? Жоқ, міндетті түрде емес. Ол енді әдет болып кеткен шығар деп ойлаймын. Өзімізде басымыздан өткен дүние ол. Рахмет, мінекей жауабын берді деп ойлаймын. Бір қол соғып қойыңыздар. Үлкен рахмет. Пейіліңізге, кең жүрегіңізге Алла разы болсын. Бұйырса, алдағы уақытта бойға шығайын деп жатыр екенсіз. Соны біз мұқият қадағалап жүрміз. Жеңіс тілейміз.